Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші, ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған дихан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондай ұлағатты ұстаздарымыздың бірі мектебіміздің ардагер мұғалімі Айғаным Төлеспаева. Үнемі ізденісте жүретін, жас ұрпақты тәрбиелеудің әр кезеңіне еркін ілесіп, балаларды қандай тақырыпқа да қызықтыра алатын білікті ардагер ұстазымыз бүгінде құрметті демалыста. Атырау облысы Қызылқоға ауданында дүниеге келген. 1962 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Мұқыр орта мектебін бітірген. Сол жылы Түркменстан Республикасының астанасы Ашхабад қаласындағы Түркмен мемлекеттік педагогикалық институтына түсіп, оның филология факультетін 1966 жылы бітіріп шығады. Алғашқы еңбек жолында осы жылы Маңғыстау облысы Жыңғылды ауылында мектеп-интернаттан бастайды. Айғаным апайдың ұзақ жылға педагогтық еңбегі де лайықты бағаланған. 1980 жылы Қазақстан Республикасының білім министрінің құрмет грамотасымен, 1986 жылы 11 қыркүйекте Қазақстан Республикасының халық ағарту ісінің үздігі төс белгісін алды. 1998 жылы Қазақстан әйелдері ел болашағы үшін екінші әйелдер форумының делегаты, еңбек ардагері және Ыбырай Алтынсарин медалімен марапатталған.